Майкл Джексон көзі тірісінде дүниеден өтті деген өсектің астында қалған болатын. Өсек шындыққа жанасып, көп ұзамай Майкл жан тапсырғанда, ел оған алғашында өтірік деп сенбеген еді. Диана ханшайымда бір кездері өмір сүріп жүріп өлді деген атақ алғандардың қатарында. Ондай сыпсың сөздің тарауына ханшайымның ұзақ уақыт бойы халық назарынан тыс жүрген себеп болған. Гитлер миллиондаған адамның өліміне себеп болған. Дүниеден әлде қашан өткен Гитлерді бүгінге дейін тірі деген қауесет бар. Голливудтық актер Пол Уокерді де тірі кезінде дүниеден өтті деген өсектің астында қалғандардың бірі. Оның түскен фильмдерінің көбісі атыс шабыс болғандықтан, оны түсірілімдердің бірінде жан тапсырды деген сөз таралған болатын. Тірі адамдар жайлы өлді деген өсектерге құлақ үйренді. Енді мына қызыққа қараңыз. Рок-н-ролл королі Элвис Преслиді де дүниеден өткеннен кейін ол әлі тірі деген өсек таралған. Ол өсектің шығуына адал жанкүйерлер себеп болған. Элвис тірі деген ұранмен сырт бейнесін ұқсатып, бір адамға көзілдірік кигізіп, фотоға түсіріп, оны тірі деп желіге таратып жіберген.